Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жансая. Бүгін сіздермен бөлісетін рецептімнің бірі ол үй жағдайында сливкисіз өте қолжетімді заттардан жасалатын кремнің түрімен бөлісетін боламын. Яғни бұл крем өзінің форматын өте жақсы ұстайды, және де бұл кремді мен сіздерге Наполеон және де медовый торттарына қолдануға кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Бұл кремді жасау үшін ең алдымен 400 мл сүт, 160-170 грамм шекер, 2 жұмыртқа, 3 ас қасы крахмалымыз қажет болады. Яғни бұлардың барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Ең алдымен осындай жұқа немесе өзіңіздің қалауыңыз бойынша қалың темір ыдысымызға 2 жұмыртқамызды және де шекерімізді салып араластыратын боламыз. Осыларды араластырып болғаннан соң үстіне крахмалды салып жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте біз сүтіміздің 1/4 бөлігін ғана қосып, массамызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араласып болғаннан соң ғана қалған сүтіміздің бөлігін қосып, тағы да араластырып аламыз. Біздің массамыз дайын. Енді бұны газге өте баяу отқа қоямыз. Яғни бұл 7-8 минутта дайын болады. Дайын болғанша біз венчикті мүлдем тоқтатпай араластырып тұруымыз қажет. Енді осы дайын болған кремімізді басқа ыдысқа ауыстырамыз және де бетін пищевой пленкамен жауып, морозильникке жарты сағат 40 минутқа немесе мұздатқышқа 1,5 сағатқа қойып суытып аламыз. Келесі кезекте бізге бөлме температурасында тұрған сары май қажет болады, және де бұл жерге өзіңіздің қалауыңызша ванилин қосуларыңызға болады. Бұл майымызды біз миксермен жақсылап араластырып аламыз. Енді осы майымыздың үстімізге жаңағы дайындап қойған массамыздың 1/4 бөлігін қосып, жақсылап екеуі біріккенше жақсылап тұрып араластырамыз. Міне біздің сливкисіз жасалынатын өте оңай, тез әрі дәмді жасалынатын креміміз дайын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.